Сәлеметсіздер ме? Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы, оның бүгінгі жүргізушісімен Инара Барсағбаева. Елімізде кәсіпкерліктің қанат жаюы, мемлекет қаражатының желге ұшпай, тиісті мақсатқа жұмсалуы, салықтың негізгі сомасын төлеген азаматтар өсіммен айыппұлдан босатылады. Сөйтіп, шағын және орта бизнес үшін салық амнистиясы енгізіледі. Бұл мәселелердің барлығы елбасының биылғы жолдауында айтылды. Осы төңіректе жүргізіліп жатқан жұмыстар Қазақстан парламенті мәжілісінің бұл реттегі қызметі. Біз өзімізге белгіленген 30 минуттың ішінде осы мәселелердің бәрін қамтуға тырысамыз. Құрметті көрермендер, неше студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі қонақ Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Ақ Жол партиясының мүшесі Берік Дүйсенбинов. Берік Сәлімжанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді парламент мәжілісінің депутаттарымен сұхбаттасудың сәтті күнделікті бізге түсе бермейсіз. Сондықтан хабарымызға қатысуға келіскеніңіз үшін сізге рахмет. Енді бүгінгі таңда кәсіпкерлік экономиканың негізгі тірегі деп айтып жатамыз. Осы сала өркендесе, экономикамызда алға ілгерілейді. Жалпы бүгінгі таңда кәсіпкерлік бағытта Атамекен кәсіпкерлер палатасында жиын өтті. Оған өзіңіз де қатыстыңыз. Оған осы аймағымыздың іскер жандары бас қосқан жиында талқыланған тақырыптардың бірі ол теміржол қызметіндегі тариф мәселесіне қатысты. Бизнесмендер бағаның тым жоғары әрі негізсіз екенін айтып жатыр. Осыған қатысты өзіңіздің ойыңызды айтып жүрсеңіз. Кеш жарық, құрметті қостанайлықтар. Енді бұл іс-сапарымыз мәжілістің жоспарлы депутаттардың аймақтарға шығу іс-сапарына жатады. Дәм тартып, міне бірнеше күн болды, Қостанай жерінде жүрміз. Іс-сапардың негізгі мақсаты халықпен кеңесу, халықпен ақылдасу, мәжіліс қабырғасында қабылданып жатқан заңдардың ел арасында қалай орындалып жатқан қадағалау, елмен, жұртпен кездесу, кәсіпкерлермен кездесу. Осы мақсатпен келіп қалдық. Енді кездесуіміз әртүрлі деңгейде өтіп жатыр. Түрлі тақырыптарды қамтып жатыр. Соның бірі осы Қостанай облысының кәсіпкерлер палатасымен кездестік. Көптеген сұрақтар талқыланды. Оның үстіне бұл Қостанай өңірі енді астықты, нанды өңір болғаннан кейін еліміздің басты осы жердегі жаңағы астық өнімдерін игеретін, астық өнімдерін өңдейтін кәсіпкерлермен кездестік. Көптеген мәселелер көтерілді. Оның бірі мысалы елімізде енді осы кәсіпкерлердің есебі бойынша 18 жылы бір жылдың ішінде 18-20-ға тарта астық өңдейтін диірмен дейді ғой қазақша. Диірмен кешендер солар жабылған екен. Соның себептері неде? Мен бұны айтып отырған себебім жаңағы кәсіпкерлер одағында болған әңгімеміз барлығы ортақ әңгіме. Бір себептері біреу. Сонымен қатар осы ұлттық біздің Қазақстанның асыл тұқымды мал шаруашылығының брендіне айналған Әулиекөл асыл тұқымды ірі қара шаруашылығы бар сіздерде. Әулиекөл, осы асыл тұқымды малға байланысты біз Ақ Жол партиясы, кәсіпкерлер партиясы ретінде үкіметке сауал жолдағанбыз. Ауыл шаруашылық министрлігіне субсидияға байланысты осы шаруашылықты барып көріп қайттық. Елімізде оңтүстіктен орын ауыстырып көшіп келген азаматтармен кездестік. Қоныстандыру бағдарламасы бойынша. Сол азаматтардың қалай жұмыс істеп жатыр, жаңа өлкеге қалай бейімделіп жатыр, соны сөйлесіп, тыңдап, мұң-мұқтаждарын білесіздер ғой. Енді оңтүстік пен бұл өңірді салыстыратын емес. Бүгін кездесуіміз студенттердің арасында болды. Осындағы қазақтың ақыны, Алаштың ақыны атанған Ахмет Байтұрсынов атындағы университеттің студенттерімен кездесіп, бүгін көптеген мәселелер талқыланды. Оның ішінде студенттердің осы елбасымыздың 23 қаңтарда жинап жастарды ақылдасып, соның ішінде жаңағы жас кәсіпкер, жас маман деген үлкен екі жобасына қызығушылық білдіріп жатыр. Бұл жалпы біздің жұмысымыздың осы уақытқа дейін кіммен кездескен, не туралы әңгіме болған, содан хабардар етіп отырмыз сіздерді. Ал енді кәсіпкерлер Атамекен кәсіпкерлер одағында кездесуге келетін болсақ, бұл жерде темір жол тарифі туралы әңгіме болды. Өйткені енді мына көпшілік көрермен қауымға түсінікті болу үшін мәселенің төңірегі неде деген.
Бұл мәселе жаңадан туындаған жоқ. Мысалы, темір жол тупигі мен мекеме кәсіпорын екі қай жерде орналасқан. Соның ортасындағы жаңағы жалғастыратын жолдар бар ғой. Сол жолдардың мысалы жеке меншікке сатылып алынған 2 километр, 3 километр ұзындығы темір жолдар бар. Осы жолдан өту үшін, осы жолдың бағасы шартты түрде 1000 теңге болатын болса, бір вагонға ендігі өтетін бұл жерден 40-50 мың теңге қаржы талап етіп отыр осы жерге. Осы мәселені бұл тауардың өзіндік құнының қымбаттауына кеп соғады. Бұл мәселе бүгін ғана туындаған жоқ. Біз Ақ жол партиясы бұрыннан бері бар. Осының мән жайын анықтап алғымыз келді кәсіпкерлермен. Енді осы тапсырмаларын қазір алып Астанаға келген бетте ары қарай жаңағы тексеріп, салыстырып, бұл мәселеге керек болатын болса депутаттық сауал жолдап, мемлекеттік деңгейде осыны қарастыруды біз де қараймыз. Енді бұл жерде біздің қостанайлық кәсіпкерлер мынау логистика мен транспорт саласындағы шығындарды қысқартуда, яғни жекешелендіруге қатысты өздерінің ұсыныстарын білдіріп жатыр, иә? Неге ол яғни темір жол қызметін пайдаланып жатқан іскер жандар? Иә, енді олардың бұл қаншалықты тиімді? Ол жекешелендіру болғанда мәселе басқаша қойылды. Мысалы, сол жаңағы қымбат қаржы төлейтін сол жолдың иелеріне сұрақ қойған кезде, неге бұл сіздердің жолдарыңыздан өту қымбат деген сұрақ қойған кезде, ол кісілер айтып отыр, бұл жолды жаңағы жолға қызмет көрсетуіміз керек, біз шығындары көп деп, иә. Ал енді сол жеке кәсіпкерлер айтып отыр, бұл жолды өзіміз сатып алайық онда, қосылып, мысалы. Ол сол бізге оңайға түсейін деп тұр. Осы жолдың ақшаны үнемдейміз деп, иә. Сондықтан осындай ұсыныс түсіп отыр. Біз сатып алайық осы жолды, бізге сатыңыздар. Бір емес, мына жерде ондаған кәсіпкер бір жол арқылы өтеді. Мына жағында отырған өздерінің... Бұл ұсынысты біздің аймақ іскер жандар бір ауыздан қолдап жатыр ғой, иә? Бір ауыздан қолдап жатыр. Кешек кәсіпкерлер осындай бір ұсыныс тастады. Оның барлығын әрине біз төрелік айта алмаймыз. Осыны сіздер сатыңыздар деп. Бұл деген жеке меншік біреудің, бұл да бір кәсіпкерліктің көзі, мысалы. Бірақ бұл қаншалықты заңды түрде жұмыс істеп отыр. Қаншалықты бұл жаңағы тарифтік, антимонопольдық заңды бұлар сақтап отыр. Осы мәселені тексеру бұл өте орынды. Берік Сәлімжанұлы, енді сіздер енді бүкіл еліміздің барлық аймақтарында аралайсыздар. Ондағы да барлық кәсіпкерлерді де негізі осы мәселе мазалайтын шығар, иә? Бұл тек Қостанайға ғана тән. Бұл жалғыз Қостанайға ғана тән нәрсе емес. Бұл темір жолдық жаңағы орысша айтқанда горловина дейді ғой. Жаңағы бір жерден шығатын 9 жолдың торабындағы бір түйін тұрған. Сол түйіннен өту үшін осыншама қаржы төлеп өту бұл барлық облыстарға да тән дүние. Сондықтан біз бұл сұрақты ортақтандырып, бір жүйеге келтіріп, құзыретті органдарға сауал жібереміз міндетті түрде. Тағы да сол жиында көтерілген сұрақтардың бірі салық саласына қатысты. Яғни жалпы білуімізше енді шынымен де салық заңнамасына қатысты елімізде соңғы жылдар көптеген өзгерістер енгізілді. Дегенмен әлі күнге дейін іскер жандардың айтуы бойынша, яғни егерде құжаттар жағынан қандай да бір қателіктер кетіп жатса, айыппұлдар салынады деп, осы төңіректе өздерінің сондай бір шағын нелерін айтып жатыр. Салық мәселесі бұл кәсіпкерлік тірлікті бастағаннан кейін салық мәселесі байланысты, тікелей байланысты нәрсе. Салық. Бұл жаңа айтып отырған осы салық мәселесінің күрделі екенін, салық мәселесінің шешімін табу керек екенін елбасымыздың өзі біліп отыр. Елбасымыз өзінің жолдауында нақты тапсырма берді салық комитетіне. Мынау салық амнистиясын жүргізіңіз деді. Бұл деген бүкіл мойнындағы салықты алып тастау емес, жиналған төленбеген штрафтар, пеня дейді ғой, мойнында ілініп отырған. Өзінің негізгі салығын төлеген кәсіпорындарға, объектілерге, салық объектісіне, бұлардың жаңағы үстіндегі пеня штрафтарды алып тастау туралы. Біз осы мәселе бойынша Ақ жол партиясының деңгейінде салық комитетімен, республикалық органдармен дөңгелек стол өткіздік. Қандай сұрақтар қамтылу керек? Енді бұл амнистияны жүргізудің, салық амнистиясы жүргізудің жол картасы қазір жасалды. Енді осы жақында мәжіліске де түсетін шығар. Қандай принциппен бұл салық амнистиясы жүреді? Бұл салыққа жаңағы салығын төлеп отырған адал кәсіпкерлер кіреме. Болмаса кімдер ілігеді? Осы принципті анықтау үшін біз басқа облыстардың осы аймақтарға шығу барысында барлық кәсіпкерлермен кездесіп, ақылдасып, олардың да
ұсыныстарын, пікірлерін негізге алса деген оймен жаңа салық комитетіне өзіміздің хатымызды, өзіміздің ұсынысымызды жібердік. Демек, салық амнистиясы деп отырған бұл борыштық ауыртпалықтан құтылу мүмкіндігіне ие болады ғой, жаңағы шағын және орта бизнес өкілдері. Бұл елбасымыздың біздің кәсіпкерлерге жасап отырған қамқорлығының бір түрі деп білеміз. Мойнынан жаңағы салық ауыртпашылығы, басқа да жаңағы штрафтардан көтере алмай еңсесі түсіп жүрген кәсіпкерлерге бір жеңіліп қалу. Білуімше, мұндай салық амнистиясы 2001 жылы енгізілді, кейін 2014 жылы, және де енді мінекей 2019 жылы, яғни қолданысқа енгізілді деп отыр. Демек, өзінің нәтижесін берді ғой, алдыңғы жылдары. Сонымен қатар кәсіпкерлікті қолдау мақсатында мынау бизнестің жол картасы. Бизнестің жол картасы осыны ары қарай жалғастыру туралы шешім қабылданды біздің елбасымызбен. Бұл да біз кәсіпкерлермен кездескен кезде бұл шараның да өзін-өзі ақтайтын шара екенін көзіміз жетті. Кәсіпкерлерге қолдау көрсетті. Мысалы енді сіздердің осындағы Атамекен дос деген ұн тартатын мекемемен кездестік. Сол азаматтардың айтуы бойынша осы бизнестің жол картасының өндіріс деген жаңа жобасы өз-өзін жақсы көрсеткен. Субсидиялау алған кредиттарды. Қандай жеңілдіктерге ие болып жатыр кәсіпкерлер? Қазір енді осы бизнестің жол картасы арқасында, мысалы, алынған өздерінің кредиттарының белгілі бір мөлшерін субсидиялайды. Мысалы, 13%-бен алатын болса, оның 7%-ын мемлекет жауап береді. Өндіріс деген олар тікелей жаңағы арзан пайызбенен кредиттар беріледі. Осы жобаны жалғастыру, бизнестің жол картасы, осы көпшілік кәсіпкерлердің пікірінше өте тиімді болып отыр. Енді көбісі әрине өзінің жеке ісін ашқысы келеді, ол үшін елімізде сондай бір мемлекеттік бағдарламалар да бар, бизнесті дамытуға бағытталған, дегенмен көбісіне кепілзат мәселесіне келгенде сондай бір кедергілерге тап болып жатады. Бұл сондай қарастырылған ба осы бизнестің жол картасы бағдарламасында? Әрине, бұл кепілдік, мысалы, бұл мәселе көпті ауыл шаруашылық саласында өте көп. Мысалы, шалғай ауылда тұрған үйлер, болмаса ғимараттар, бұлардың өзінің нарықтық құны өте төмен. Осыған ғана кепілдік ретінде, осыған кепілдік беру мәселесі ол да қарастырылған осы бизнестің жол картасында, кепілдік беру. Яғни алдындағы кемшіліктер ескеріліп отыр ғой, Енді сол салық саласына мәселесіне қайтадан оралатын болсақ, көптеген тәжірибелі бизнесмендер айтып жатыр, бүгінгі таңда салық саласында сондай бір тәжірибелі білікті есепшілердің жоқ деп, бұл да өз кезегінде, яғни жұмыстың алға ілгерілеуіне өзінің бір кесірін тигізіп жатыр десе болады, әсіресе ауыл аймақтарға, яғни білікті тәжірибелі есепшілер, бухгалтерлер жоқ деп жатыр. Бұл да солай бір бизнестің дамуына тежеу болып жатыр ғой, Әрине, енді бүгін жаңа айтып кеттім ғой, біз университет қабырғасында кездесу болды деп. Осы жерде менің ойымша бұл мәселені тек қана біз, мысалы, жоғарғы оқу орындарымен бірлесіп отырып шеше аламыз. Бүгінгі бизнеске қандай мамандықтар керек, соған сәйкес студенттерді, соған сәйкес мамандарды оқытып шығаруымыз керек. Олармен, мысалы, өндіріс орны менен жоғарғы оқу орнының арасында тікелей байланыс болу керек. Қандай, мысалы, көптеген мал мамандары, менің ойымша, менің көруімше, естуімше, мысалы, жақсы мал мамандарын қазір тіптен 3-ші курстан, 4-ші курстан қазір ірі мекемелер, ірі шаруа қожалықтары қазір алып кетіп жатыр жұмысқа, мысалы. Сондықтан осы бұл да сол, кешіріңіз сөзіңізді бөлін, теория мен тәжірибені ұштастыра білу керек, Бұл да бір жағынан студенттердің осы кезден бастап ауыл шаруашылығын, жаңа өзіңіз айтып отырғандай мал шаруашылығына деген ынта ықыласта зор болу керек қой, Әрине. Көбінесе ауыл шаруашылығы дегенде, көбінесе ауыл аймақтарда кадр тапшылығы бар осы бағытта. Бұл жаңа айтып кеттім, үлкен Әулиекөл шаруа қожалығына бардық деп. Сол жердің өзінде, мысалы, жаңа Қызылордадан келген азаматтар жұмыс істеп отыр. Ол жерде де мына қазіргі ғылым тілі, қазіргі технология тілі, ағылшын тілі болып отыр ғой. Мысалы, малды емдеу, келіп жатқан, жаңағы шетелден келіп жатқан препараттармен жұмыс істеу, бұл үшін бір
үш тілді мамандар керек қазір. Олардың да мысалы айтқан өтініштері осыған сай отыр. Осындай мамандар дайындайтын біз мұқтажбыз деп отыр осындай мамандарға. Бір жағынан сол елбасының тапсырмасымен әзірленген қоныстандыру бағдарламасы да, иә, бұл ауыл аймақтарда сол жаңағы мамандардың тапшылығын шешуге бағытталған ғой, иә? Әрине, бұл оңтүстік облыстағы жұмыс күші көп аймақтардан қазір тапшы аймақ, солтүстік аймақтарға мамандар әкелу. Расымен де жаңа мамандықтардың иелерін әкелу. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысында оңтүстік аймақтан Түркістан облысынан көшіп келген біздің азаматтарымыз қазір бір бизнестің жаңа түрлерін ашып, сол елге, мысалы, солтүстік аймақтарға таңсық, жаңағы теплицалар, басқа да бір түрлерін ашып, әртараптандырып бір жаңа серпін беріп жатыр. Берік Сәлімжанұлы, жоғарыда айтып өткендей, кәсіпкерлер палатасында сондай бір аймақтың іскер жандарын қатысуымен өткен сондай бір маңызды жиын өтті. Енді онда көптеген тақырыптар талқыланды. Қазір әріптесім барып түсіріп келген. Қазір сол бейне материалға құрметті көрермендер назар аударсақ. Кәсіпкерлерге заңды коммерциялық қызметін қайта жаңғыртып, борыштық ауыртпалықтан құтылу мүмкіндігінің берілуі қостанайлықтардың да қызу қолдауына ие болды. Мұндай қадам өзекті, себебі дәл осы бизнес көптеген қазақстандықтарды тұрақты кіріспен қамтамасыз етіп отыр, дейді Азат Перуашев. Это очень правильное решение, потому что менің ойымша бұл кәсіпкерлерге деген үлкен қолдау. Елбасы жүктеген тапсырмаларда салық амнистиясы шағын және орта бизнеске істі жаңадан бастауға және кәсіпкерлердің қаржылық жағдайын жақсартуына септігін тигізеді. Көптеген мәселе шешіледі. Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың арқасында мемлекет экономикасы да өрлейді. Медстрахование – это налог. Жиын барысында тобыл өңірінің іскер азаматтары темір жол тасымалындағы тарифтің көтерілгеніне наразылықтарын білдірді. Кәсіпорын өкілдері белгіленген бағаның тым жоғары әрі негізсіз екенін айтады. Мәселен, кәсіпкер Дулат Шаяхметовтың айтуынша, транспорттық сервис орталығының тарифтік саясаты оны 2 есе шығынға батырған. Депутат бұл түйіннің оның шешімін табуына ықпал ететінін жеткізді. Они обещали, что изучат ситуацию, рассмотрят возможность. Транспорттық сервис орталығының тарифтік түйткілі бүгінгі таңда өзекті мәселе болып саналады. Сондықтан бұл түйткілде өз шешімін табатын болады. Если расходы у бизнеса вырастут. Облыстағы ондаған өндіріс ошақтарын тығырыққа тіреген тұйық жолдар мәселесін көтерген кәсіпкерлер түйіннің жақын арада шешілетініне үмітті. Сондай-ақ алқалы жиында шаруа қожалықтары үшін жер телімдерін шектеулі белгілеу мәселесі қозғалды. Сегодня Атамекен производит мониторинг бизнес. Біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес мониторингін өткізіп отырамыз. Мақсат іскерлік және инвестициялық ахуалды жақсартып, кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсету. Сондай-ақ шағын, орта және ірі бизнес мүдделері мен құқықтарын қорғау. Такая задача дойти до каждого бизнесмена области. Жиын барысында мазалаған мәселелер тыңдалып, қағазға хатталды. Қостанайлық кәсіпкерлер саладағы көптеген өзекті мәселелерін шешімін тауып, тетіктерді жетілдіруде халық қалаулыларын ықпалы үлкен болатындығына сенімді екендерін жеткізді. Құрметті көрермендер, бұл бірінші студия бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Берік Дүйсенбинов. Берік Сәлімжанұлы, мінекей бейнематериалды қарадық. Онда шынымен де ауыл шаруашылығына қатысты көптеген өзекті мәселелер көтерілді. Оның ішінде жер телімдеріне қатысты жаңағы диірмен кешендері, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді кеше кәсіпкерлермен кездесуде көтерілген бір мәселе. Бұл кәсіпкерлердің есебі бойынша жаңа айтып өттім ғой. Былтыр бір жылдың ішінде 18 ірілі уақыты жаңа диірмен жабылған осында. Оның себебі не деген сұрақ қойған кезде бірнеше себептерді айтты. Жаңа өзіңіз айтқандай темір жол мәселесі, тарифтердің жаңағы жоғарылығы, сосын бидай тасымалдайтын вагондардың жоқтығы, үшіншісі мына біздің астығымыз, бидайымыз осы бидай күйінде жаңа шетелдерге кетіп жатыр. Оны өңделмей. Өңделмеген бидай күйінде, мысалы Өзбекстанға келетін болсақ, шекарада көптеген олардың өздерінің диірмендері жаңадан салынып, Қазақстанның оны
өзіңіз білесіз, бұл Қазақстанның ұны деген бұл сапасы жоғары. Экологиялық таза сапалы өнім. Таза өнім ретінде сол өздері соны өңдеп, ары қарай жаңағы басқа шетелге. Өңдеу жағынан бізде қиындықтар бар, иә? Иә, өңдеу жағынан қиындықтар бар. Енді менің ойымша осы өңдеу мукомольный дейді ғой, мына өңдеу, бидайды өңдеу осы диірмендерді біз бір мемлекеттік қолдау тетігін табуымыз керек. Болмаса бұл саланың жойылып кету қаупі бар. Бұл мәселені Ақ жол партиясы осы 2 жыл бұрын осы Ақмола облысының, Қостанай облысының диқандарының осы бидайды өңдейтін саладағы қызметкерлердің әріптестеріміздің өтініштерімен осыны бір депутаттық сауал ретінде жолдағамыз. Енді сол сауалға қайта келіп, осыны қайта көтеруге мәжбүрміз. Демек, қаржылай қолдау керек деп жатыр, иә? Бұны қаржылай қолдау. Бұл жерде жаңағы техниканы жаңғырту ма, қандай бар? Бұл енді тек қана техниканы жаңғырту емес. Кәсіпкерлер бұл өздері толығымен бұны ары қарай алып кете алады. Тек бұған жаңағы нормативтер, бір мемлекеттік тұрғыдан мынау мысалы бидайдың шетелге өңделмей кетіп жатуы не себеп? Мәселе осының басын ашу керек бізге. Осы саланың маңыздылығын жоғалтып алмауымыз керек бізде өңдеуді. Бізде елімізден жаңағы өнімді алатындар бар ғой, экспорт жағынан ондай проблема жоқ, тек қана жоқ, өңдеу жағынан ғой, иә. Осы мәселе жөнінде осы өңдеушілерді қолдайтын бір тетігін табуымыз керек. Бұл да кейін ұсынылатын болады ғой, иә. Бұл біздің депутаттардың әрбір депутаттық сауалы болмасын, сұрағы болмасын, осы аймақтарға шыққан кезде халықтың пікірінің, кәсіпкерлердің пікірінің, азаматтардың пікірінің негізінде жасалады барлығы. Мысалы, жаңа айтып отырдық қой, осы Әулиекөл ірі қара шаруашылығы туралы. Сіздер шетелден, басқа жерден біздің кәсіпкерлер мал алып келетін болса, аналық мал, оған субсидия беріледі. Ал көрші тұрған жаңағы асыл тұқымды Қазақстан жеріне үйренген әбден. Ауа райына етінің сапасы жоғары Әулиекөл тұқымының аналығына субсидия берілмейді деген ауыл шаруашылық министрлігінің пікірі, мысалы. Бізге ол қалай ол? Өзіміздің отандық жергілікті шаруаларды қолдау. Иә, жергілікті шаруаны қолдай алмасақ, онда несіне біз онда Атамекен кәсіпкерлік палатасын құрдық. Несіне біз кәсіпкерлер партиясы болып отырмыз, мысалы. Осы Атамекен кәсіпкерлер палатасы шынымен де бұл жаңағы инвестициялық ахуалды жақсартып, мынау іскер кісілердің, бизнесмендердің мүддесін, құқығын қорғау бағытында құрылған болатын, иә? Бүгінгі таңда бұл міндеттер қаншалықты тиісті деңгейде орындалып жатыр, қандай нәтиже бар? Менің ойымша Атамекен кәсіпкерлік палатасы үлкен жұмыстар істеп жатыр. Үлкен жұмыстар, жүйелі жұмыстар. Кәсіпкерлер тікелей қолдаудан бастап, жалпы жастарды бизнеске тарту, бұны бұл бір сөзбен айту мүмкін емес, жалпы. Түрлі бағытта кеңестер, көмектер көрсетіледі. Кеңестер, көмектер, тіптен кәсіпкерлердің мүддесін сотта қорғауға дейін барып істеп жатыр. Біз Атамекен кәсіпкерлер палатасымен тікелей жұмыс істейміз. Ара қатынасымыз өте дұрыс. Сондықтан бұл жалпы еліміздің ауқатты болуы, елбасының жаңа өзінің жолдауында айтты ғой. Елдің өмірінің сапасы бұл барлығымыздың жұмыла жұмыс істеуімізде. Бұл полиция реформасы да, жаңа Атамекен ұлттық палатасы да, әкімдердің жұмысы да, біздің партиялардың жұмысы да, мәжілістің жұмысы да жалпы біздің азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту. Біздің азаматтарымыз жақсы өмір сүру керек, сапалы өмір сүру керек. Және ол сапаны бүгін түсіну керек. Сіздің ойыңызша енді мына жерде қандай да бизнес ол тәуекелден тұрады ғой, иә? Осы ретте көп кәсіпкерлер бір сондай қиындықтарға ұшырап жатады. Ол жаңа қаржылай болсын, әкімшілік қандай да бір кедергілерге тап болып жатады. Осы ретте қалай төтеп беруге болады? Енді қазақта сөз бар ғой. Тышқаннан қорыққан диірменге бармайды дейді. Бизнеспен айналысатын адам бұл бір тәуекел етіп бастаған кісі жалпы. Бірақ бүгін заманауи бизнеспен айналысқан, тәуекел деп осы іске кіріскен адамға жалпы мен ойлаймын біздің қоғамда бүгін көмек көп, көз ашық азаматтарға бүгін қарап отырсаңыз көптеген жастар бизнестің бір жаңа тетігін, жаңа жолын тауып жатыр. Бұрынғы мысалы бұрынғы көзқарас жаңағы
біреудің көмегі деген. Оған себеп, мысалы, міне жақында ғана елбасы жастар жинады. Ішінде қаншама жаңа жастар, бүгін жемісті еңбек етіп отырған жастар көп. Сондықтан түрлі бизнес идеяларды іске асырып жатқандар бар, иә? Түрлі бизнес идеяларды ұсынып жатыр. Соны іске асырып жатыр. Біздің қаншама қазақ жастарымыз шетелде ірі компаниялар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бүгін жан-жақты, көзі ашық, заманмен бірге аттап жүрген бизнесмен меніңше кез келген қиыншылыққа төтеп береді. Оның үстіне мемлекеттің қамқорлығы, елбасының қамқорлығы бизнеске жасап отырған, ол да бір ерекше. Табысты бизнес неден тұрады? Табысты бизнес, негізі табысты бизнес бүгін интеллектуалды бизнес. Бүгінгі бизнес бұрынғы алып сатарлықтан тұрмайды. Бүгін біздің елбасымыз да жолдауында айтып отыр ғой. Мысалы, экономика простых вещей дейді. Қарапайым заттар экономикасы. Біздің кез келген осы үйімізде тұратын бұйымның кез келген қарапайым түрі бүгін ол бизнестің көзі. Бүгін бизнес істеймін деген адамға жолда ашық, білімде ашық, кеңістікте ашық, барлығын істеуге. Табысты бизнес ол мынау ақылменен, Абай атамыз айтып кеткен қайрат екеуінің қосылуынан тұрады. Демек, еңбек етем дегенде ол жол ашық қой, иә? Қаншама жыл өтсе де, қаншама заман өтсе де, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген қазақтың мақалы, ол бүгінде өзінің құнын жойған жоқ. Берік Сәлімжанұлы, енді өзіңіз айтып өткенде елбасы биылғы жылды жастар жылы деп жариялады. Енді осылайша былайша айтқанда өскелең ұрпаққа үлкен сондай жауапкершілік, үлкен бір міндеттер жүктеліп отыр. Сіздің өзіңіз бір тілегіңіз бар шығар осы жастарға деген. Бұл жастар жылы біздің алаш арыстары мен жастарға сенемін деп бекер айтпаса керек. Ақыл жастан дейді. Бүгінгі заманның да бизнестің де жалпы бет алысы меніңше осы жастармен тікелей байланысты. Елбасы бұл жиында нақты тапсырмалар қойды. Жас маман, жас кәсіпкер, өте үлкен қомақты қаржы бөлініп отыр, мысалы. Осы бұның барлығы осы жастардың өзін өзі табу үшін, жастардың мүддесі үшін жасалып отырған жобалар. Менің айтарым, бүгін жастармен кездесу кезінде сұрақ қойды студенттер. Мен айтарым, осы жобаның ішінен әрқайсың өздеріңіз табасыздар деп отырмын. Тек қана жаңағы көлденең бақылап қана отырмай, осыған белсене араласып, осының жүзеге асуын, егер кез келген жобаның, елбасы бастап берді жобаны, жастардың жаңа болашағы үшін. Енді осы жобаны іске асыру, құзыретті органдар жастармен тікелей байланысты. Олардың алдына ешкім ештеңені дайындап әкеп бермейді. Тікелей қатысумен, азаматтық қоғам дейді ғой бізде, азаматтық қоғам. Жастар азаматтық қоғамның пікірімен санаса отырып істесе, меніңше бұл жоба өзінің жемісін беру керек. Барлығы жастардың ұмтылысына, талпынысына байланысты. Иә, талпынысына байланысты. Іс қылатын адам қазір 1 миллион теңгеден ертең миллиардер болуы мүмкін. Іс қылатын адам. Сондықтан бүгін жастарға айтып отырмын, мен тілегім, бүгін іздену керек, талмай оқу керек. Мынау 5 жыл, 4 жыл бүгін студенттермен кездескенде берілген өмірлеріңіз, бұл деген ертең сіздерді асырайтын капитал. Сондықтан маман болып шығу, болашақ үшін бұл ақыл айтқан дүние емес, бүгін барлық кеңістік ашық тұр. Ақпараттық кеңістік бар. Қандай білім алам десеңіз, қандай әдебиет, бұрынғы сияқты кітапханаға барып бір кітапты табу үшін уақытыңызды кетірмейсіз қазір. Барлығы бар. Қажетті ақпарат бар. Қажетті шетелде оқып жатқан білім көздері бар. Соның барлығынан жақсы маман болып шығу керек. Жақсы маман әркім өз ісімен айналысу керек. Әр адам өз ісінің маманы болу керек. Осылай болатын болса, біздің экономикамыз да мықты болады, әмбе бұл жастарға да сұраныс болады. Берік Сәлімжанұлы, рахмет. Біздің бірінші студия бағдарламасы мінекей өз мәресіне жетті. Біздің көрермендерде жалпы кәсіпкерлік саладағы жастар жылы төңірегіндегі атқарылып жатқан істер бойынша қажетті мағлұматқа қанықты деп ойлаймын. Сұхбат беріп, өз ойыңызбен бөліскен үшін сізге рахмет. Жұмысыңыз тек қана жемісті болсын. Рахмет. Баршамызға табыс тілеймін, аманшылық тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, бірінші студия бағдарламасы осымен тәмам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.